Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса іздеп таба алмайсың. Сен асыққан екен деп, Алла өмірін өзгертпес. Имансыздың сыртын қанша жусаң да, іші оңбайды. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Кейбір адамдар ішсем, жесем деп дүниеге келеді, ал кейбіреулері білсем, көрсем деп келеді. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге. Баланы ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы. Адамды жөн білетін дана деп біл, істерін жалқау жанның шала деп біл. Құр жасы елулерге келсе дағы, білімсіз сондай жанды бала деп біл. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Кейбіреулерге қанша мал бітсе де байлық бітпейді. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады. Егер мен закон қуатын қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірін сөйле сөзін тосып. Өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды. Жаныңа жаққанның соңынан еруге шалқауланба. Көрсе құзарлықпен, жеңілтектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Жүректі қозғайтын жастықтың оты. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа. Жүректі қозғайтын жастықтың оты. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгі де түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайды. Ақылмен ойлап білген сөз бойына жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалық бас, үйретуден балаға. Дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені, қапашылықтың бәрі соның басында. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлықпен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не маңдай терден сұрау керек.
тура жолдағыны шатастырушы 100 кісі, қисық жолдағыны түзеткен 1 кісіден садаға кетсін. Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізеді? Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгі де түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. Мен көрдім дүние деген иттің көтін, жеп жүр ғой біреуіңнің біреуі етін. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, көбінің сырты бүтін, іші түтін. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Сағаттың шықылдағаны емес ермек, хамиша өмір өтпек бұл білдірмек. Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға бәр анық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде маған сендей жар жоқ сірә, саған жар менен артық табылса да. Ғылым Алланың бір сипаты. Әйтеуір анадан тәуірмін ғой деме, жаманға салысып жақсы болама, жақсыға салысып жаман болады дағы. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Малыңды жауға, басыңды дауға салып қор қылма. Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар. Қусың десе, қуатындар да кездеседі. Есебі жоқ ант ішпе. Қулық сұмдық ұрлықпен мал жиналмас, сұм нәпсінің үйір болса тез тыйылмас. Зиян шекпей қалмайсың ондай істен, мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас. Қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел. Бір қылығың жағып, күнде жақсы болмайсың. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны өзі тапқан емес. Оған егер бір іліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Елді билеуден адамның өзін өзі билеуі қиын. Жағдайы келгенде бақ көтеріп таққа отыра бола қалса, бірақ соның буымен өзін өзі ұстай алмай, абыройын ашатындар көп. Кей адам бүгін тату, ертең қату, тілеуі туыстығы бәрі сату. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың елден бөлек. Ненің қызығын көп іздесең, соның азабын бір тартарсың. Адамның адамшылдығы істі бастағанында білінеді, қалайша бітіргенінен емес. Досыңмын деп жүріп, дұшпаныңның оздырар жамандар болады. Асығыс түбі өкініш. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Нәпсінің қу мінезін тілде үйренеді. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық.
Ақылсыз шынға сенбей, жоққа сенбек. Өзімшілдік адамды бұзатын пиғыл. Абай Құнанбайұлы 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңарту көздеген реформатор. Каналыма тіркеліп өтіңіз. Абай атамыздың және қандай нақыл сөздерін білесіз? Комментарияға жазып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі.